Мынау инфо-цыгандар мен коучтар туралы айтайын дегем. Мынау адамдарды қалай алдайтынын, бірақ қалай алдайтынын айтпаймын, оны бәрі біледі. Бірақ сіздер бір нәрсені білу керексіздер. Сіздерге үйретем деген адамдар ешқашан сіздерді бизнеске үйретпейді, мотивация ғана береді. Ол мотивацияны бар ғой, мына жерге дейін беріп тастаса да, сіздің мына жеріңізде болмаса, ештеңе, білім болмаса, сол өзіңіз қойған мақсатыңызға жететіндей білім болмаса, мына жерде сіздер ешқашан жетпейсіздер еш нәрсеге. Соны біліп қойыңыздар. Сол үшін де мынау коучтар болсын, миллионерлар көрген жоқпын мен. Барып бар ғой, өзінің бизнесі туралы айтатын. Өзінің бизнесі туралы айтса, ол өзіне конкуренция жасайды. Конкуренция ешкім жасамайды. Мен сіздерге айтайын, ешкім жасамайды. Шындығын ешкім ештеңе айтпайды. Оларға жай құлақ керек, лох керек, лох. Лохтар болса, олар лет құлақтарына әдемелеп тұрып, бәрін айтып жатқан кезде күшті, сіздер мынандай ойбай деп бәріне дайын сияқтысыз. Ол мотивацияда күшті, бәрін тау аударатын сияқты боласыздар. Бірақ сіздер тау аудармайсыздар. Шын айтайын, мына жерде болу керек. Ол спортта сияқты ғой, ала мақсат қояды, мінекей мен чемпион боламын дейді, күнде жаттығу жасайды, бір қадам жасап отырады. Солайда сіздер бір бизнес ашқыларыңыз келсе, сіздер бірше сол мақсатыңызды қоясыз, сол мақсатқа күнде бір қадам жасап отырасыз. Оқисыз, рисктарын қарайсыз, қалай істеуге болатынын, солай ғана жылдап адам жетеді өзінің қойған мақсатына. Сосын тағы да бір сөздер айтады, ойбай, 3 миллионермен аралассаң, сен 4-ші боласың дейді. Ол да өтірік. Миллионермен сіздің миллионер болмай тұрған кезде сөздеріңіз, әңгімелеріңіз жараспайды. Түсінікті ма? Соны біліп алыңыздар. Сосын ол миллионерға не айтасыз барған кезде? Ол сізге не айтады? Сол үшін де ондай достарыңыз миллионер болса да, мен сізге айтайын, олардың уақыты да болмайды сіздермен общение ұстап отыратын. Сол үшін де мынау коучпен инфо-цыгандарға таза лохтар керек. Болды, ақшалары бар, кішкене кредитқа болса да алып беретін, сол лохтар керек. Сол үшін де ондай қармаққа ұсталмаңыздар. Мен сол жаным ашпағасын, осында қаншама адамдар кредитке кіріп кетеді, сонда инфо-цыгандарға. Соны лох болып, сосын жүреді сонында. Еш нәрсеге үйренбейді, сосын соттасып, ойбай мені алдап кетті, сөйтіп кетті, бүйтіп кетті деп аз емес қой ондай. Шынымен де еш нәрсеге өзіңізге ғана сенесіз, өзіңіз ғана жетесіз, өзіңіз қойған мақсатқа біліммен ғана. Білім керек. Болды.